Саламатсыздар ма қыздар? Бүгін мен сіздерге кротон гүлін қиғанымды көрсетейін деп тұрмын. Мынандай өсіп жатыр. Бірақ бір ствол болып өсіп жатқасын мен жан-жағынан шықсын деген ниетпен осыны қиғым келіп тұр. Бірталайдан қолым ұшып жүр, қай жерден ұятынын да білмей отырмын. Дегенмен қиып көремін, бісмилла деп. Бұл гүлді деген перчатка киіп қиған дұрыс еді негізі, бірақ оны пайдаланып жатқан жоқпын. Міне осылай қиып алдым. Қыздар, жалқы ғой дейсіздер ғой енді. Так, мынандай млечный сок болады. Қолға ашық жара болып тиіп кетсе ашытады, сондықтан бұны деген негізі перчатка киген жақсы. Мен перчатка кимеймін. Мына жағында да аты согым былай. Мынандай болып қалды. Енді бұл гүлім мына жақтан бірнеше ветка береді деп үміттенемін. Солай беру керек, себебі бір ствол болып өсіп тұрған әдемі емес. Нәуір жапырағында керек жоқ, мен қиып тастадым. Лақтырып тастайын. Жаңағы керемет картонымнан қалғаны осы. Мынаны черенковать етемін. Тек қана мына жерден жаңа шыққан жапырақтарын кесіп алсам, мынау деген черенковать етілмеуі мүмкін. Міне мына жапырақтары кішкене бұзылған. Сондықтан бірнеше жапырақ қалдырып, мына төменгі жапырақтарды алып тастап, суға салып қоямын. Суға салғанда бұны былай ету керек. Былай етем де пищевой пленкамен айналдырып бұрайын, себебі жапырақ ылғалда тұру керек. Сосын мына төменгілерін алып тастап, суға салып қоямын. Пищевой пленкамен осылай айналдырып тастаймын. Бұрын черенковать етіп көрген жоғым. Бірақ қарап, іздеп интернеттен тапқаным осы болды. Кейін көресіздер енді бір-екі айда. Жанынан ствол бере ма, бермей ма, черенковать етіле ма, етілмей ма. Қарап қалыңыздар.